ошондуктан интернетти пайдаланып акча жиноо кажет жок. Баарыбыз интернетте жиналайыкчы бир жерде. Пока жиналайык бир 2-3 күнгө гана. Индонезияда ма мисалы. Бир унамаса кетип калабыз. Бирок 2-3 күнгө болсо жиналайыкчы бир жерде. Сөйтүп 5 миллион жиналамыз да, ошол жерде баштайбыз. Не истейбиз энди жиналдык ал. И жанагы осы 5 миллионмен мисалга мындай жасоого болот. Бизде үлкен компаниялар бар, атын айтпай коеюн. Телефон сатат. Бир телефон $1000 турат. Эң арзаны. Мисалы мындай телефон $1000 турат. 2000га да кетип барат. $1000 десе алайык. Бизде 20 миллион халык бар. Сонун канча миллиону мындай телефон сатып алды. Акчасы болмаса да балдарга алып берип атырмыз го азыр. Ойбай, акча болмай атыр десе, кредитке баламыз жаңа калып коймасын деп алып берем жаңа телефонду. Ягни 1 миллион адам алды ма $1000? Алды го? 1 миллион адам $1000 миллиард. Күз сайын аналар көзүн өзгөртөт, камерасын өзгөртөт, цветин өзгөртөт деп биз алдап жыл сайын $1 миллиард алып кетип атыр да. Кайта. Ошол жерден кайта. Біз ол $1 миллиард алып кететін телефон сататын компанияға барып айтайық. Талдықорғанда бізге больница соқып бересің $100 миллион. Біз бүкіл жаңа приложение 5 миллион қазақ қайдамыз. Ертең осындай марка телефон шығады, бәріміз соны алайық. Өйткені мына кісілер біз осын алған үшін, қолдаған үшін тегін не соқып беріп жатыр? Роддом больница. Анау телефон сататын үлкен компания американ бізге айтады, мә сендерге дейді жаңаға. Біз ол телефон өткен. Тапқан екенсіңдер. Тапқан екенсің, ол телефон өтті, и өтеді. Біз жарнамамен тығып жібереміз, сендерді Аль-Фараби деліп қоямыз жарнаманы дейді. Сендердің балаларың алады, алғызады сендерді дейді. А біз 5 миллион жиналып алдық қой уже. И сонда айтамыз, осындай болып қалды, не істейміз десе. Біреу айтады, давайте онда бәріміз неге көшіп кетейік? Кореяның телефонына. Бір жыл Кореяның телефонын аламыз, ананы алмаймыз. Аналар бір жылда $1 миллиард жоғалтады. Бір қазақ алмайды, егер бір қазақ сол американдық телефонды алып қалса, өзін андай сатқын ретінде сезу керек та. И сол кезде жоқ, бүкіл халық Кореяның телефонын алу керек, өйткені олар бізге роддом соғып жатыр ана жақта тегін. Айтпақшы сөзің. Біз ол телефонды ақыры аламыз. Ақыры ол $1 миллиард кетіп жатыр шетелге. Әрбір шетелдік киноға барған билет қазір ол енді мысалы кинода кинотеатрда американдық кинолар болып жатыр ғой, соған мысалы біз билет сатып аламыз ғой, сол ақша тікелей Голливудқа кетіп жатыр да, Лос-Анджелеске. Пункт деп. Кейде мысалға біреулер жазады, Нұрлан сен киноңды интернеттен көріп ала саламыз дейді да. Мен айтамын, жоқ, мен киномды кинотеатрдан көрді, аналардың киносын интернеттен көр. Сен аналарға ақша жаратпа да, өзің мына $1000 осы жерде қалады. А сен аналарға берме деген сияқты бір айтқың келсең, десең да. Сөйтіп жаңағы мен айтайын деген 5 миллион халық нешен жиналады ана жерде. Тек қана комментарий, просмотр жасау үшін емес, 5 миллион біз бір приложение қазақта жиналса, біз экономикаға әсер ете аламыз Қазақстан ішінде. Мысалға бір шетелдің үлкен көршіміз бар, сол жақтан сгущенка келеді да, сгущенка. Біреу айтады, Қарағандыда да сгущенка шығып жатыр ғой жаңаға, соны алайық та өзіміздікін деп. Сосын мына приложение айтады, Қарағанды сгущенканы аламыз. Ойбай, тәрбиелейсің ғой экономиканы. Тәрбиелеп жібересің ғой. Мына жерде бір үлкен Кореян компаниясы бір нәрсе істеп қойыпты. Алмаймыз ба? Все, бір жыл еш нәрсе алмайсың ана компания. Ни холодильник, ни магнитофон деген сияқты. Аналар мына жерге келген кезде халықтан бата сұрайды. Үлкен компаниялар. Біз мынандай біздің не сатайын деп холодильниктерімізді аласыздар ма? Біз 5 миллион адам. Қазір не? Біз мына жақта Финляндиямен келісіп қойып уже. Қалай болады екен деп? Қалай болады екен ол? Жарайды, сендер бізге ана Атырау жақта үлкен не көпір соқып беріңіздер халыққа. Біз қазір ойланамыз. Өзі әр компания келген бізден ақша жұлып кететін компаниялар бізге бірнеше соқып береді. Ең соңғы жоба, бұл жаңа 5 миллион адам жиналдық қой, арал толтырамыз ғой. Мысалы келеміз 5 миллион адам айтамыз, ана қанша біз қазақпыз деп жүрді да, аралымыз кеуіп қалды. Жаңа ұят екен. Қанша балдар, кішкентай балдар тұзбен ойнап жүр деген сияқты. Біз ана арал толтырайық. 5 миллион адам айтады, қалай толтырамыз? Идея тастаңдар, сөйтіп айтады, бізде бағана Head & Shoulders дейді, Procter & Gamble дейді, Samsung, iPhone, олар қаншама миллиард ақшаға алып кетіп жатыр, сондай сауда жасап жатыр бізде. Соларға айтамыз, біз керек десеңдер, бір жыл холодильниксіз өмір сүре аламыз. Керек десеңдер, бір жыл телефон алмай-ақ, бір жыл сгущенка жемей-ақ,
өмір сүреміз, алмай Баш шумай. қоямыз. Баш шумай дедіңдер. Басты кіріс алдымен өтіп өтеміз. Надо пошел деп. Олар не керек дейді ғой енді сіздерге. Біз айтамыз, бәрлерін лақтырыңдар ақша. Сіз анау Россияның губернаторларына ақша төлеңдер да, труба жүргізіп, Северный океаннан аралға суды ағызыңдар. Біз сосын сендердің шампуньдарыңды аламыз деген сияқты бір ойын болу керек та. Біз арал толтырсақ, жаңағы Түркмения халқының, Қарақалпақстанның қанша сауап дейміз, жаңағы Ақтау риза, Қызылорда риза, ана жерде тал өседі ғой. Бұрын тигрлер жүрген жер ғой ол. Иә. Жоғалтып отырмыз. Жалпы біріксек, көп адамға, көп нәрсеге қарсы шығуда емес мәселе. Тік сөйлеу. Мысалға, наравындық дейді ғой жаңағы. Мысалға, бізге үлкен компаниялар ғой, Кореядан, Япониядан, Америкадан келіп жатқан шақ жұмыс істейтін компаниялар, ешқайсымыз бата алмаймыз. Ешқайсымыз деп бәрін қосып жатырмын мен. Қарағанның ар жағында қалантты айтып жатырмын. Ешқайсысы қатты қарсы келе алмайды да, өйткені әлеммен қарым-қатынас болғаннан кейін бізді бір жақта сатамыз ғой, олардың да заттарына жақта сатылады да. Сондықтан да біз әлем санасады десеңші. Әлем санасатындай 5 миллиондық бір приложение ұйымдастырамыз да, ол жерде ақша салу, бір нәрсе керек емес. Біз бірге бір жерде тұрсақ болды. Біріксек болды бейді. Бірігіп тұрмыз да, айтамыз. Не болды, ана телефонды аламыз, мына телефонды аламыз. Аналар не айтып жатыр? Аналар ротомсоқ береміз деп жатыр. Аналар арал толтырамыз деп жатыр. Бүйтейік онда, белай. Сол кезде бәрі сол приложение кіргісі келеді жаңағы. Samsung болсын, Head&Shoulder, біздің затымыз приложение кіріп айтасыздар ма халыққа, мен шампуньымды алсын. Сенің шампуньнің басқа қандай зияны бар? Давай біздің научный адамдар тексерсін да. Жоқ, ана шампуньді алмаңдар. Агасы шама химикат қосады екен. Мана шампунь дұрыс екен. Біз любой нәрсені жарнамалап жібересің ғой ана жерде. Иә. Сол кезде халық наконец-то дейді ғой, өз болашағына, өз экономикасына өз әсер етеді.